Баршаңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Азамат. 16 қыркүйекке белгіленген Шавкат Рахмонов пен Келвин Гасломның арасындағы жекпе-жек ресми түрде болмайтын болды. Себебі американдық Мексика жауынгері Келвин Гасломның жарақат алуы. Бұл туралы Шавкат Рахмонов өзінің Twitter желісіне жазған болатын. Оның постына көңіл аударайық. Пеньята, мен сенің айтқаныңа келісіп, Мексиканың тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылған турнирге төбелесуге келісімімді бердім. Сенің сол турнирдегі жекпе-жекке шықпауың менің шаруам да, менің кінәм де емес. Енді менің келісімімді орындайтын сәт түсіп тұр. Яғни менің жерімдегі Абу-Дабиде болатын турнирге төбелесуге келісіміңді беретін сенің кезегің келді. Әлде бұл идеямды қиын көріп отырсың ба? Деген болатын. Бұл твитке Келвин Гаслом жаттығу кезінде қалай жарақат алып, мұрнынан қалай сынғаны жайлы айтқан болатын. Өкінішті жайт, Шавкатпен өтетін жекпе-жегім болмайды, себебі мен шынтақпен соққы алып, мұрнымның біраз сүйектері сынып қалған болатын. Осы жекпе-жекті күткен адамдардан кешірім сұраймын. Сонымен қатар Шавкат пен оның командасынан да кешірім сұраймын. Жақын уақытта қайта оралып, жаттығу жиындарын өткіземін деген ойдамын. Соған орай мен бұл жекпе-жектің қараша айына ауысуын сұрағам. 11 қараша күні Нью-Йорк қаласы Мэдисон Сквер Гарден аренасында. Сондықтан осы турнирде бұл жекпе-жек өтетін шығар деген ойдамын, деп Келвин Гаслом жазған болатын. Алайда ESPN телеарнасының айтуы бойынша UFC матчмейкерлері Шавкат Рахмонов пен Келвин Гаслом арасындағы жекпе-жекті 21 қазан күні UFC 294 турниріне Абу-Даби қаласына жоспарлап жатыр. Бұл туралы Шавкат Рахмонов Twitter желісіне жазып сұраған еді. Сонымен қатар Шавкат Рахмонов Келвин Гасломге трэш-ток қолданып былай деген: "Айтпақшы, сен диетамен күресіп жатқаныңды айтуды ұмытып кеттің ғой", деп Келвин Гасломның бұған дейін жартылай орта салмақ шегіне 3 рет кіре алмай, яғни салмақ қуа алмай орта салмаққа ауысқаны жайлы айтып жатыр. Бәлкім Шавкат Рахмонов пен Келвин Гаслом арасындағы жекпе-жек басқа күнге ауысуы мүмкін. Дегенмен, біздер 16 қыркүйек күні Шавкатқа қарсы шығуға дайын 5 жауынгер тауып отырмыз. Алғашқысы Камару Усман. Дәл қазір жартылай орта салмақтың экс-чемпионы жекпе-жексіз отыр. Оның Хамза Чимаевке қарсы жоспарланған жекпе-жегі болмай қалды. Қатарынан 2 жеңіліс тапқан Усман чемпиондық белеске қайта оралуы үшін кем дегенде бір жекпе-жек өткізуі керек. Сондықтан Шавкат Рахмоновпен болатын жекпе-жек барлығы үшін идеалды болуы мүмкін. Алайда Камару Усманның өзі айтқандай, Шавкат Рахмоновпен тек чемпиондық белбеу үшін ғана жекпе-жек өткіземін, себебі кей кезде бір жаттығу залында дайындаламыз деген еді. Сонымен қатар Камару Усман соңғы сұхбатында тек Стивен Томпсонмен жекпе-жекке шығуға дайын екенін айтты. Бұдан басқа Шавкат Рахмонов Белал Мұхаммед пен Гилберт Бёрнспен жекпе-жекке өткізуі мүмкін. Алайда Шавкаттың өзі айтқандай Гилбертпен тек титулдық жекпе-жекте ғана шығады, себебі бір залда толығымен бірге дайындалады. Сонымен қатар соңғы жекпе-жегінде жарақат алып, соны емдеу үшін біраз уақыт кетеді. Ал Белал Мұхаммед Шавкаттан 1 жылдан аса қашып жүр. Сонымен қатар Колби Ковингтон Леон Эдвардс жекпе-жегін күтіп отыр, себебі өзінің ойы бойынша чемпиондық белбеуге басты үміткер. Келесі жауынгер Стивен Томпсон. Өткен аптада UFC 291 турнирінде Стивен Томпсон Мишель Перейрамен жекпе-жек өткізу керек еді. Алайда Перейраның жартылай орта салмақ дәрежесіне салмақ түсіре алмағандықтан бұл жекпе-жек болмай қалды. Сондықтан 40 жасқа келсе де бабы жанып тұрған жаттығу жиындарын өткізіп, керемет күйде тұрған Томпсон Шавкат Рахмоновпен жекпе-жек өткізуі мүмкін. Бірақ өткен жылы Томпсон Шавкаттың жекпе-жекке шақыртуын қабылдамай, күресетін адамдармен шыққым келмейді деп қашқан болатын. Және де соңғы мүмкін болатын қарсылас Шон Брейди. Өткен жылдың соңына дейін Шон Брейди UFC-дің басты проспектерінің бірі болды, себебі 15-0 рекордына ие, жақсы күрес деңгейімен джиу-джитсуда біраз жеңістері бар американдық жауынгер болатын. Алайда Белал Мұхаммедтен техникалық нокаутпен жеңіліп қалғасын, өзіне қайта орала алмай жүр. Сонымен қатар осы жылы қатарынан 2 рет жарақаттарының кесірінен жекпе-жектері болмай қалды. Сондықтан біздің ойымызша, егерде Шавкат Рахмонов Келвин Гасломмен шықпайтын болса, оның орнына осы 5 жауынгерлердің бірі шығуы мүмкін. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егерде сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Шавкат Рахмонов Келвин Гасломмен кездесе ме, немесе де оның орнына басқа жауынгер шыға ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.